Осы шығарманың кейіпкері өз өмірі жайлы әңгіменің басынан соңына дейін жылап отырып баяндап берген болатын. Өзі сондай көңілі нәзік жан екен. Кейіпкерлің дауыстық хабарламаларын теріп жазып шығу оңай болмады. Әрі қарай кейіпкердің баяндауы бойынша өткенге көз жүгірте отырып өзімнің қай жерде қалай қателескенімді ұғып түсінгім келеді. Қызыма менің қателігімді жасама, менің тағдырымды қайталама деп айтатындай өткеніме анализ жасасам деймін. Жолдасым мен енем, қайын жұртымның алдында қандай кінәм бар еді. Өмірімнің сол бір кезеңдері жаныма ауыр тиген еді. Көзіме жас алмай, жүрегім ауырмай айта алмаймын. Біздің қоғамда қазақ әйелдерінің орны неге төмен екен деп ойлаймын. Келінге күңдей қарау, бұл біздің менталитетімізге тән, қанға сіңген әдет пе? Қазіргі таңда шүкір, заман өзгерді, көпшіліктің көзі ашық, көкірегі ояу. Әйелдер бір-бірін қолдайтын ұйымдар бар. Алайда отбасында сырты бүтін, іші түтін болып жүрген жандар көпшілік. Жуас қой жүндеуге жақсы дегендей, мінезді болу керек пе деп санада сан сұрақтар арпалысады. Олай болайын десең Алладан қорқасың. Әр адамның сыйын орнына қойып, биязы мінез танытсаң, сол мінезді қасқырлар түтіп жеп қоюға дайын тұрады екен. Сондықтан заманың түлкі болса, тазы боп шал дегеннің кебін киген дұрыс-ау. Маған көпшіліктің ақыл кеңесі керек. Бір үлкеннің, бір кішінің кеңесіне құлақ түріп, ішкі дүниемдегі бар өкпе, ренішті сыртқа шығарғым келеді. Көптен бері өзіңізге жазуға оқтала алмай, бүгін ойымды жинақтап, өз өмірім жайлы баяндап беруді жөн көрдім. Мен 1984 жылы оңтүстік өңірде Бәйдібек ауданында дүниеге келдім. Сол жерде бастауышты аяқтағаннан кейін Шымқалаға көшіп келдік. Ауылда жалаң аяқ, күнге күйіп өскен ауыл баласы едім. Жаңа жер, жаңа ортаға келгеннен кейін қалалық сыныптастарым ауылбай деп келемеждеп бастапқыда орталарына қосып қабылдай алмады. Дегенмен ауылда еркін өскен бала едім, сыныптастарыммен тіл табысып, ортаға сіңісіп оқып жүрдім. Жоғары сыныпқа көшкенімде сыныптағы қыздар бөліне бастады. Бір-бірінің киінісіне, отбасылық жағдайына қарап, менсінбеушілік, бай-кедей деген секілді ұғымдар пайда болды. Біз тұрмыс жағдайы орта отбасы едік. Әке-шешем балаларын ешкімнен кем етпей жеткізуге тырысты. Дегенмен қуу дүние жетпейтін. Әпкеммен бір киімді ауысып киіп жүрген кездеріміз де болды. Осы кездері бой жетіп қалған қызбын. Сонда үлкен өмірге қадам басқанда, тұрмыс құрғанымда, жан тыныштығында, бақуат өмір сүрсем екен деп армандайтынмын. Алдымнан тек жақсы адамдар кездесе екен. Сүйген адамымды жолықтырып, бақытты отбасы болсам екен. Мені сүйіп, сыйлап өтетін жарым болса екен. Балаларым мен көрген қиыншылықтарды көрмесе екен деп тілейтінмін. Осылай жүріп 11-ші сыныпты аяқтап шықтым. Қазір жасым 40-қа келіп, өткеніме көз жүгіртіп отырсам, мен қай жерге барсам да, сол ортадан әйтеуір мені түртпектейтін адам табылып тұрады екен ғой. Осыған іштей ойлана жауап іздеймін. Неге? Әлде менің болмысымда бір мін бар ма? Мінезімде бір болбыр, өз-өзіне жауап беріп, өзімді қорғай алмайтындай әлсіздердің қатарынан емес едім. Тек көңілім таза болатын. Барлық адамды өзімдей көретінмін. Содан мектепті аяқтағаннан кейін отбасымның жағдайына байланысты жоғары оқу орнына түсе алмадым. 2 жылдай жүріп, сонан кейін ғана колледжге түстім. Сөйтіп оқуды аяқтайтын уақытта диплом алуым керек және басқа да қажеттіліктерімді өтеу үшін демалыс уақытында жаз мезгілінде Алматы қаласына келдім. Бар ойым жұмыс істеп қаражат жинау еді. Әке-шешеме салмақ салғым келмей, өз қаражатыммен оқуды аяқтап алсам деген ойым болып еді. Осында анамның туыстары болатын. Шымкенттің шыжыған ыстығынан кейін Алматының ауасы жанға жайлы еді. Осында келіп нағашылардың үйіне жайғасып, бір дүкенге жұмысқа орналастым. Осы жерде сатушы болып жұмыс істеп жүріп, осындағы бір жігітпен таныстым. Есімі Талғат болатын. Ұзын бойлы, ақ құба, салмақты, жақсы жігіт еді. Талғат та осы дүкенде басқа бөлімде жұмыс істейтін. Екеуміз танысқан күннен бастап бір-бірімізді ұнатып, көңіл қосып, қыз-жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Әсем қала Алматының кештерінде жұмыстан кейін қаланы аралап, әңгімелесіп, сырласып бір-бірімізге бауыр басып кеттік. Жаңа қала, жаңа орта және де Талғаттың маған деген көңілі, сезімі жанымды баурап алған еді. Сезімге елтіп жігітті мен жүрегіміз жақыннан соғып, пәктігімді жоғалттым.
Менің ең үлкен қателігім осы болды ма деп ойлаймын. Ақ босағаны аттағанша өзіме берік болуым керек пе еді деймін. Сонан кейін көп ұзамай Талғат мені ата-анасының үйіне келін етіп алып барды. Өздері Өзбекстаннан Жетісай қаласына көшіп келген қазақтар екен. Сөйтіп екеуміз отбасын құрып үйлендік. Мен осы отбасына үшінші келін болып түстім. Абысындармен бір шаңырақтың астында тұрдық. Қайын-іні, қайын-сіңлілерім де бар еді. Көп балалы отбасы екен. Біз үйленгенде екінші қайын ағам да үйленді. Екі келін бірдей түстік. Қайын ағам сол Жетісайдың қызына үйленген еді. Енем келіндерді бірдей көрмей, ол бастан бөліп жара бастады. Мен не істесем де, әр ісіме мін тағып, бір жылы қабақ танытпады. Мен енемін ғой, келіннің білмегенін үйретіп, ақыл кеңесімді айтып, осы үйге сіңіп кетсін демеді. Отырсам опақ, тұрсам сопақ етіп, абысындарымның алдында төмендеткісі келіп тұратын. Содан сені балам көшеден тауып алған. Көшеден келген сайқалсың деген ауыр сөздерді де айтатын болды. Енемнің әрбір сөзі жүрегіме қанжардай қадалатын еді. Жаным ауырып түндерде көз жасымды сығып алатынмын. Сонда да жолдасыма шағымданбай, оның анасын сыйлап, бетіне келмей, сөз қайтармай, сол үйге сіңісіп кетуге тырыстым. Өзімді кінәлі санадым. Осы босағаны аттағанша пәктігіме берік болуым керек деп ойлайтынмын. Кейін абысыным екеуміздің артымыздан киімдеріміз келді, құдалық болып жасауымыз келді. Сонда анам қайын жұртымның бергеніне орай, киім кешекпен аналық борышым деп жүгімді алып келгендерінде, енем мұрнын шүйіріп менің жасауымды менсінбеді. Бар бергені 100 000 теңге еді. Жанында не өлтірісі жоқ, басқа ештеме қоспаған болатын. Абысыным екеуміздің артымыздан келген дүниелерді салыстырып сөйленіп алды. Тіпті ата-анамды да менсінбей, абысының жағына көп көңіл бөліп, сол құдалармен шүйіркелесіп, бар жақсы киетін соларға кигізді. Мұның барлығы көңілге ауыр тиеді екен. Жаңа түскен абысыным сол жердің қызы болғандықтан бар киімі мен жасауын өзі барып таңдап алған еді. Алмаған анам барынша ұзын, жабық, көйлек, орамал алып келген болатын. Жетісай жақта келіндерге қатты қарайды ғой. Ата-енеңмен тұрасың, жабық, ұзын кигенің. Қандай жағдай болмасын, ата-енеңді сыйла. Жүзіне түк қарама. Бетіне келіп сөз қайтарушы болма. Не десе де үндеме деп ақылын айтып отыратын. Құдалық өтіп жасауымды алған соң, бір ай өткенде жолдасым екеуміз қайта Алматыға жұмысқа кеттік. Келген соң көп ұзамай-ақ аяғым ауырлап, босанатын уақытым таянғанда қайта ауылға қайттық. Тұңғышым дүниеге келген соң, жолдасым Алматыға жұмысына кетті. Мен 3 абысынмен бір үйде тұрып жаттық. Үлкен абысының мінезі жайсыздау болатын, күйеуім жоқта мені сөзбен шағып көп тиісетін болды. Сонда да мен үндемей барынша шыдап бақтым. Беттеріне келіп сөйлемедім. Балам біраз ет алып адам болған соң күйеуіме кетемін ғой. Сыйымыз кетпесін деп ойлайтымын. Кейде пендешілікке салынып, абысындарын күліп сөйлесе, енемнің қылықтарын айтып әңгіме ететінбіз. Олар да әңгіме қылатын. Сонда үлкен абысын мен жайлы, арай сізді үйтіп айтты, бүйтіп айтты деп менің айтқандарымның барлығын енеме жеткізіп отырады екен. Сол кезде абысын бар жерде, дұшпаның жоқ деме деген сөздің мәнін ұқтым. Мені о бастан ұнатпайтын енем маған мүлде шүйлігіп алды. Тіпті өз немерелері, менен туған балаларды да көкіректеріне итеріп жолатпайтын. Қайныларым мен қайын-сіңлілерім де тек екі абысынның балаларын көтеріп қарап жүретін. Ал жолдасым мұның барлығын байқаса да баймақмағансып үндемей жүре беретін. Өзі қалаға кетіп келіп жұмыс істеп жүретін еді. Кейін қайным үйленетін болды. Болашақ келін аяғы ауырлап, ішінде 6 айлық баласы бар, жүкті болып түсті. Сонда енем оған, сен аяғың ауыр болып келдің, көшедегі сайқалсың деп маған айтқанын оған айтпады. Керісінше оның асты үстіне түсіп, жақын тартып жақсы көрді. Осы орайда мен ақ босағаға пәк болып келмегенім үшін енем мені жек көреді дегенім бекер екен. Өз-өзімді босқа кінәлайды екенмін деп ойландым. Мен өз күйеуімнің алдында пәк болдым. Соның өзі жеткілікті деп ой түйдім. Бір үйде 4 келін, шағамен топырлаған жан, қиын болды. Енем 3 келінін жақын тартып, мені, балаларымды шеттете берген соң күйеуіммен Шымкентке кетіп. Сонда барған соң нағашысының қолында біраз уақыт тұрдық. Жолдасым бала күннен нағашыларының қолында өскен екен. Мүмкін осы себепті де шығар, енемнің бізді жақын тартпайтыны.
Алайда жолдасым анасы мен бауырларым деп соларға жақын болатын. Жаны ашып көп қарайласып тұратын. Нағашыларының қолында біраз уақыт тұрған соң, жолдасыммен сөйлесіп Алматыға келдік. Мен де өз баспанамыз, емін еркін жүретін үйіміз болса екен дейтімін. Сөйтіп екі жақтап жұмыс істеп, қала маңындағы бір ауылдан жер телімін алдық. Сол жерге екеулеп жүріп үй салдық. Жолдасым кірпіш өріп жатса, мен балшық илеп бір жағына шығысып жүріп үйімізді бітіріп алдық. Елге ауыр індет коронавирус келер алдында 4-ші ұлыма аяғым ауырлады. Ұлымды босанған соң, жолдасым ауылға кетті. Көктен келе қайын ағаларымен жер жыртып, егістікке қауын, қарбыз егеміз. Түскен табысты бөлісіп аламыз деді. Мен бала шағаға ие болып қала бердім. Осы кезде жолдасымның нағашылары осында Алматыға қыз ұзатып, ауыл жақтан 12 адам келді. Барлығы біздің үйімізде жатты. Қырқымнан шықпаған мен ол кісілерді күтіп той өткен соң шығарып салдым. Олар кете салып, ұлым екеуміз бірдей ыстығымыз көтеріліп, қатты ауырып қалдық. Жай суықтаған болармыз деген ойым қате екен. Коронавирус ауруын жұқтырған екенбіз. 2-3 күн ыстығымыз көтеріліп түспей қойды. Сонан кейін жедел жәрдем шақырып ауруханаға түстік. Анализдерімнен коронавирус екенім анықталды. Мұны естігенде салым суға кетіп, есімді жия алмай қалдым. Ауруханаға жатып, ем қабылдауым керек болды. Балаларымнан оқшауландым. Үйде үрпиген балаларым жалғыз қалған еді. Оларды да қатты уайымдадым. Күйеуім 7 айда болатын. Содан әпкем жұмысынан сұранып келіп, үйде бас, көз болып бала шағама қарады. Емшек еметін кішкентайым да осы індетпен ауырды. Екеуміздің де ыстығымыз түспей, мазамыз кетті. Дегенмен кішкентай балалар жеңіл өткізеді деген рас екен. Кішкентайымды маған ауруханаға әкеліп берген соң, оны көтеремін деп дем жетіспей, орнымнан тұра алмай қалдым. Өзі томпақ болатын. Өзімнің дәрігеріме жағдайымды айтып едім ол. Балалар ауруханасына жанына әпкеңізбен жатқызасыз ба? Қарасай ауданы бойынша сіздің балаңыз коронавируспен ауырып отырған бірінші бала. Әзірше бұл жағдайда балаларға арналған орын ашылған жоқ деді. Содан менің жағдайымды көріп отырған соң, баламды әпкем үйге алып кетті. 9 айлық балаға ауыр антибиотиктер салып емдеді. Мен өз басыммен әуре болып кеттім. Бала шағама қарауға жағдайым болмай қалды. Осы кездердегі басымнан өткізгенді ешқандай пендеге тілемеймін. Қайын жұртым осының барлығын ести отырып, бір ауыз жағдайымды сұрап хабарласпады. Енем болмаса күйеуім балаларға қарасын деп бір абысынымды жібермеді. Жолдасым да сол 7 айдан жұмысын сылтауратып келмеді. Қиын сәтте өз жан ұясы, әйел балаларының жағдайын ойлап қамқор бола алмады. Менің жаныма қатты батқаны да осы еді. Жолдасым мен қайын жұртымнан осы кездері қатты көңілім қалды. Еркек емес, 2 босағаңа сену керек екен. Қандай жағдай болмасын, сені ешқашан тастамайтын өз атанаң мен бауырларыңның екенін, шын жанашыр адам осы жандар екенін түсіндім. Ауруханаға түскен күннен бастап бетім бері қарамай, түн ішінде елдің барлығы ұйықтап жатқанда ауа жетпей, көрер таңды көзбен атырушы едім. Тіпті сөйлеуге де шамам болмай ауа жетпей деміге бердім. Өмірден күдер үзген адамдай, от сапта ағама балаларымды табыстадым. Егер мен өліп кетсем, бала шағамды қолыңа алшы. Өз әкесіне керек болмаған балалар қайын жұртыма тіпті керек емес. Балаларым нағашыларына аманат деп аманаттап едім. Жаныңдағы жолдасың жаныңа демеу болмаса, өте қиын екен. Адамның басына неше түрлі ой келеді екен. Менің жағдайыма алаңдаған ағам білікті дәрігер досын ортаға салып менің емімді өзгерткеннен кейін ғана бетім бері қарады. Бауырлары ортадан қаражат жинап берді. Сол кезде бауырларым мен таныстарымыз болмағанда өліп кете беретін екенмін. Күнде Алладан балалауымның бағына дертіме шипа тіледім. Бар білген дұға, сүрелерімді оқып, аяққа тұрып кетуімді тілейтінмін. Балаларымның да қорқып қалғаны соншалық, сол кездері жедел жәрдемді көрсек қорқушы едік деп еске алады. Әпкем балаларың ешқайсысы дұрыстап тамақ жемейді, 1 апта болды деп қатты уайымдаған еді. Арада 10 күндей өткен соң бетім бері қарап, ауруханадан шығып үйге оралдым. Уайымнан және жолдасыма деген ішім толы өкпе, реніш еді. Мені ұстап тұрған тек балаларым ғана болатын. Сонда көршілерім де
Ойпырмай, сен мынадай жағдайға душар болғанда күйеуіңнің келмегені қалай? Отбасы, бала шағасын ойламайтын қандай адам өзі деп таң қалған еді. Анам мен бауырларым да жолдасым мен қайын жұртыма ренжулі болатын. Содан мен келген соң әпкем Шымкентке қайтты. Жұмысына бару керек болатын. Алайда ол кеткен соң менің дертім қайта қозып, қайта ауруханаға түстім. Сонда да жолдасым келмеді. Кішкентайым 9 айлық, басқалары мектепте оқитын. Мені ауруханаға алып кеткен соң, көршілерім келіп балаларыма қарасты. Осы орайда жақыныңнан жат артық дегендей, жанашыр көршілеріме көп рахмет. Сосын баяғы өз бауырларым келіп қарасты. Әпкем түбегейлі жұмысынан шығып келді. Жолдасыма хабарласып бар өкпе ренішімді айтып, екеуміз қатты ұрысып қалдық. Оған сендей күйеудің қажеті жоқ деп ауыр-ауыр сөздер айттым. Ол да сенімен ажырасамын деп қолдау көрсетудің орнына онан әрі көңілімді қалдырды. Ал енем жолдасыма бала шағаңа бар, әйелің ауыр жатыр ғой деп үлкендігін көрсетіп ақыл айтпады. Не бір ауыз жағдайымды сұрамады. Мен қандай болсам да оның немерелерінің анасымын ғой. Тіпті мен өлім аузында жатқанымда жандары ашымады. Содан денсаулығым дұрысталып, 2 аптадан кейін ауруханадан шықтым. Дегенмен өте әлсіз едім. Жұмысқа жарамай демігіп қала беретінмін. Сөйтіп әпкем менің жағдайыма қарайлап жанымда қалды. Үй тіршілігін жасап, тамақ жасап, балаларға қарасып жүрді. Әпкеме осыннан жұмыс қарастырып көрейік, жанымда болшы деп өтініш айттым. Бұл жайлы күйеуіммен ақылдасқанда жоқпын. Сөйтіп өз-өзіме келе бастағанымда жолдасым әпкемнің біздің үйде тұратынын естіп, маған ерегесіп інісі мен келінін алып ауылдан келді. Олар да осында тұрады. Жұмыс істеп осы жақтан үй алады деп ешқандай ақылдаспай шешім шығарып қойыпты. Оның мұнысы және жаныма батты. Мен қиналғанда өзі де басқасы да жанашырлық танытпай, халімді сұрауға да жарамаған еді. Енді келіп осы уақыттың барлығында жанымда болып, қарасқан әпкемді күйеуім жақтырмай, маған ергесіп жүргеніне іштей қатты ыза болдым. Содан келінге осында тұратын болсаң, балалардың арасына түспей, қандай жағдай болмасын алдымен өзіме ашығын айт. Ертеңгі күні арамызда түсініспеушілік, өкпе, реніш болып жүрмесін дедім. Өйткені Жетісайда тұрғанымызда үйде қандай жағдай болса да мен кінәлі болып, дау жанжал, ұрыс керіс көп болатын. Сондай жағдайлар орын алмас үшін екі ортада сөз тасымай, дұрыстап жүр деп бір ауыз ескертіп қойдым. Келін мені түсінгендей. Иә, жарайды дегенімен кейін уақыт өте, балалардың арасына түсетін болды. Кішкентайы бұзықтық жасағанда мен әй қойыңдар деп едім, анасы ашуланып, балаларын шырқыратып жылатып ұрып тастайтын болды. Мұнысы менің көңіліме қатты тиетін. Бір күні енем хабарласып, кіші келіннің жағдайын сұрап жатыр. Мұны естігенде тамағыма ашы өксік тығылды. 2 рет өлім аузынан қалған менің жағдайымды неге бір ауыз сұрамады? Менің және балаларымның не жазығы бар еді? Осының барлығын ішке жұтып, іштен тынып жүре бердім. Келінмен сөзге келмеуге, ұрыспауға тырысатымын. Менің осынымды түсінбеген келін бір күні маған мінезін көрсетіп еді, мен де шыдай алмай дауыс көтердім. Араға көп уақыт салмай енем мен үлкен қайнағам, абысының бала шағаларымен біздің үйімізге келді. Маған қырын қарап, өзара пыш-пыш етіп әңгіме айтады. Кіші ұлым ауырып жүрген болатын. Түнімен шырқырап жылап шығатын. Осыны енем көре тұра. Мына балаға не болды? Неге жылайды деп бір ауыз сұрамады ғой. Өз үйімде өзімді жайсыз, бір бөтен адам секілді сезінетімін. Менің осылай жүргенім әпкемнің жанына бататын. Жолдасым ешқашан менің сөзімді сөйлеп демеу болған емес еді. Не болса да қандай жағдай болмасын анасы мен бауырларының сөзін сөйлеп жақтап мені жер қылатын. Жаныңдағы жарым түсінбесе, қолдамаса өте қиын екен. Осылай жүргенде өз анамның денсаулығы болмай жүрдегенді естіп, үйге сыймай, күйеуімнің қарсы болып, төркініме жібергісі келмей, қарсы болғанына қарамастан, кенже ұлымды алып төркініме кеттім. Сол кезде келін осы үйдегінің барлығын енеме жеткізіпті. Сол кездері мен білмеймін, әпкем ашуланым келінге. Сендер абысының ауырып жатқанда, неге бір ауыз хабарласып жағдайын сұрамайсыңдар? Біреуің төбелеріңді де көрсетпедіңдер. Енді денсаулығы дұрысталғанда барлығың түк болмағандай келіп алдыңдар деген екен.
Келін осының барлығын енеме бұрмалап жеткізіпті. Әпкесі маған күн бермейді, ұрысат деп шағымданыпты. Енем мұны күйеуіме барып айтыпты. Төркініме жеткенім сол еді. WhatsApp'тан жолдасым маған неше түрліні жаза бастады. Осы кезде шыдамның шегі жарылды. Күйеуіме білгеніңді істе, ажырассаң ажыраса бер. Ешқайсыңды көргім де білгім де келмейді дедім. Сөйтіп өз анама болған жағдайдың барлығын ашып айттым. Шаршадым, менің енді олармен күресуге шамам жоқ деп едім. Анам мен ағам барып сөйлесейік деді. Сөйтіп көлікке отырып, анам ағам және інім төртеуміз жолға шықтық. Келе жатқанымызда қайнағам біз қайтқалы жатырмыз деп хабарласып еді. Мен тұрыңыздар, анамдармен келе жатырмыз, сөйлесеміз дедім. Содан үйге келсек енем жатыр екен. Әпкем осында қалған болатын, жұмыс істейтін. Кірген соң енеме: апа, менің не жазығым бар? Мені неге сонша жек көресіз деп едіп, енем маған қырын қарап: сен өсекшісің дейді. Өсекші мен емес Айдина. Неге осыны мен бар кезде айтпайды? Барлығымыз отырып көзбе көз сөйлесер едік қой десем, енем мені тыңдағысы да келмейді. Мұны көрген анам: құдағи, сен неге менің қызымды жылата бересің? Босағана келін болып түскелі бір жарқырап жүрмеді. Өз алдына бөлек кетсе де тыныш қоймайсыңдар. Бір өлімнен қалды, біреуіңіз деп жағдайын білмедіңдер деп еді. Енем аузына келгенін айтып, қайнағамда мені кінәлап үлкен дау жанжал болды. Осы кезде мен қатты ашуланып күйеуіме: кетші, анаң мен бауырларыңды жинап кетіңдерші барлығың. Маған тыныштық беріңдер. Барлығыңнан шаршадым дедім. Сөйтіп едім, күйеуім балаларының бетіне де қарамастан, енем қайнағаларымен қосылып кетіп қалды. Жетісайға барған соң, сондағы туған туыстарына ана қатын ауру енесін, қайнаға, қайын інілерін сыйғызбай қуып жіберіпті деп мені ел жұртқа жаманатты етіп көрсетіпті. Ол жаққа ендігі аяқ басудан да қалған едім. Ал жолдасым болса, сол баяғы солардың сөзін сөйлеп, анасы мен бауырлары десе, ішкен асын жерге қоятын. Ал олар болса, оны жақын тарта қоймайтын. Өйткені менің жолдасым бала күннен нағашыларының қолында өскен. Бірақ сонда да соларға жақын болды. Олар кеткеннен кейін жаным тынышталғандай болғанымен, балаларын әкелерін іздей бастады. Әкелеріне хабарласып ақша сұраса, нағашыларынан сұраңдар. Солармен қалдыңдар ғой. Енді солар бақсын сендерді деп, одан әрі балалардың жүрегін ауыртатын. Үлкенім 8 сыныпқа көшіп, балаларым ес біліп қалған кездер еді. Қандай болмасын, балалар әке, шешелерін іздейді екен. Уақыт өте өзімде қаншама жыл отандасқан жарым адамға үйреніп те қалады екенсің. Оның үстіне жалғыз өзім балаларымды қалай жеткіземін деген қорқыныш та басымдық етіп, бар өкпе, ренішті жинап қойып, жолдасыма хабарластым. Оның алдында ешқандай кінәм болмаса да, менен қателік кеткен шығар. Ақылға келіп сөйлесейік, үйге қайтсаңшы деп алғашқы қадамды өзім жасадым. Жолдасым ертесінде түнге қарай бір досымен ішіп алып келіп: сен анабайдан ажырасқан әпкеңнің сөзіне еріп, отбасымызды шайқалттың. Не әпкем, не мен. Ол кетпесе мен үйге кірмеймін деп ұрыс шығарды. Оның бұл сөзіне мен қатты ашуландым. Сен қалай ғана осылай айтасың? Менің бауырларымнан не жаманшылық көрдің? Мен өлім аузында жатқанда, қойнымдағы байым болып, сенің жаның ашымағанда бауырларым жүрді жүгіріп. Ал әпкем болса қаншама уақыт бала-шағаңа қарап отырды. Ұятың қайда, әйел адамды түн жарымда үйден қуғаның қалай деп ұрысып жатқанымызда, үлкен ұлым өз-өзінен шалқасын құлап, есін жоғалтты. 2 күннен бері мазасы болмай жүреді. Оның мұнысына шошып кеттік. Дереу жедел жәрдем шақырып, ауруханаға алып кеттік. Ұлыма жедел көмек көрсетіліп, тез есін жиды. Осы кезде әпкем бар затын жинап, осындағы нағашы көкеміздің үйіне кетіп қалыпты. Сонан кейін жолдасы маған: менің туыстарымнан үйге ешкім келмейді. Сенің де туыстарың келмесін деп шарт қойды. Мен қалайша бауырларыммен араласпаймын. Қиналған сәттерімде үнемі жанымнан табылатын жандар осы бауырларым емес пе еді. Осылай екі оттың ортасында қалдым. Әпкем мен үшін күйеуіңмен ұрысқаныңды қаламаймын деп үйге келмей қойды. Анамдар да сендер тыныш болсаңдар болды деп, олар да араласпай қойды. Бауырларыммен тек телефон арқылы ғана хабарласып тұратын болдым.
Бауырларыма сатқындық жасағандай болғаныма жаным ауырды. Амал жоқ, барлығына көндігіп, шыдап өмір сүріп жаттым. Осы жағдайлардан соң жолдасым екеуміз бір-бірімізге суып кеттік. Күйеуім маған: "Сен менің өмірімді қор қылдың" деп жиі айтатынды шығарды. Ондайда менде: "Ал менің өмірім ше? Менің өмірім бал болды ма" деп өткен, кеткенді қозғап жиі ұрысып қала беретін болдық. Тек мен мұның барлығын балаларға көрсетпеуге тырысып, көп жерде үнсіз ғана қоя салатынмын. Ал ол болса менің үнсіздігімді әлсіздікке балап солай түсінетін. Осылай жүргенімізде енем өңешінен жазылмайтын жаман ауруға шалдыққан болатын. Сонысы уақыт өткен сайын асқынып, төсек тартып жатып қалды. Осы кезде мен күйеуіме: "Анаңа барып көңілін сұрап қайтайық. Көзі тірісінде кішілік етіп алдына барып кешірім сұрайын" дедім. Мүмкін түсінсерміз деп үміттендім. Тым болмағанда өмірінің соңғы сәттерінде мені қабылдар деп ойлап едім. Сөйтсем енем мұнда аяқ басушы болмасын. Келмесінде оны көргімде келмейді, депті. Жағдайы нашарлап жатыр деген соң күйеуім мені тастап өзі кетті. Өмірімде болған жағдайлардың барлығы жаныма қатты батты. Оның ішінде кенже балама аяғым ауыр болып жүргенде жолдасымның бір қатынмен әуейі болғаны да бар еді. Мұны да ешкімге айта алмай, іштен тынып көз жасымды сығып алып өткізген едім. Тіпті сол кездері қатты күйзеліп газды ашып, балалармен бірге өз-өзіме қол жұмсағым да келген еді. Осы кезде алдымда еміп отырған кенже ұлымның маған қарап жымиғаны мені осы қорқынышты ойдан қайтарған еді. Жолдасым ауылға кеткен кезде үйде ешкім жоқта айғайлап отырып жыладым. Іштегі шерім тарқап, жеңілдеп қалғандай болдым. Бірақ енемнің өле-өлгенше мені неге сонша жек көргенін әлі күнге дейін түсіне алмадым. Арада көп уақыт өтпей-ақ енем сол дерттен көз жұмды. Солардың алдына қанша еліп бармайыншы дегенімен, жолдасымның анасының жаназасына қалай бармаймын? Жол бойы өзегімді өртеген ауыр ойларды, сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Неге енем таразының басын тең ұстап, екі жақты да тыңдап әділ шешім шығармайды деп ойлайтымын. Әулетте қандай жағдай болмасын, тек мені кінәлі етіп шығаратын. Күмән мен қорқыныш бойымды билеп, мен барғанда туыстар мені жұмалап, ұрысса қайтемін деп барғанымда, ондағылар мені келдің ауда деген жоқ. Тіпті сол әулеттегі бала-шағаға дейін маған бір жау келгендей қарады. Абысындарым сыртымнан пыш-пыш етіп, неменеге келді деп сөз қылды. Сөйтіп жаназасы өте салып, мен Алматыға қайтып кеттім. Осы кездері жолдасымен, қайын жұртыммен әлек болып жүріп кенже ұлымның денсаулығына қарамаппын. Жалпы тұрмысқа шыққалы анам сол үйге сіңіп кет, ешкімге қарсы келме деп мені баса беріпті. Абысындарыммен ауылда тұрып жүрген кездерінде де, үйде дау жанжал болған кездері шыдамым бітіп екі рет екі баламен төркініме кетіп қалған кездерім болды. Сол кездері анам қайта апарып тастайтын. Мүмкін үлкен қызы ажырасқан, екінші қызы да екі баламен ажырасып келіпті деген атақтан қорықты ма екен. Әйтеуір сол кездері қатты басылып қалған едім. Әрине анам өзі әкеліп тастаған соң, қайын жұртпен күйеуге қадірімді кеткен шығар. Үлкен қызымның аяғы кеш шыққандықтан бұл да солай жүретін шығар деп ойлаппыз. Кейін дәрігерге апарып қаратқанымда, ұлыма ЗПР гидроцефалия ДЦП деген диагноз қойды. Арнайы ем қабылдауымыз қажет болды. Ұлымның еміне 600 мыңдай қаражат қажет еді. Осы кезде ұлым үшін деп бетімнің суын 5 төгіп, қайнағама хабарласып, кімнің қаншалықты жағдайы келеді, сол әулеттің тұқымы ғой, қаражат жағынан көмектесіңіздерші деп бір ауыз сұрадым. Сөйтіп едім, ешқайсысы селт етпеді. Сол баяғы менің бауырларым, анам қол ұшын созып, бірі 50 мың, екіншісі 70 мың тамшыдан теңіз құрағандай етіп, ұлымды емдетіп, аяғы шығып, тәй-тәй басып жүріп кетті. Сол кезде де жолдасыма айттым: бауырларым деп жаның қалмайды, олар неге саған да солай қарым-қатынас жасамайды? Кімнің кім екені осындайда қиналғанда, басына іс түскенде көрінеді деп едім. Күйеуім үндемеді. Сонда да қаншама рет қолдау көрсетіп келе жатқан, менің анам мен бауырларыма қарым-қатынасы дұрысталмады. Жиын той болатын болса, ол жалғыз өзі, өз туыстарына барады. Мен өзім өз туыс, бауырларыма барамын. Балаларым да нағашыларына жақын. Олар да сезеді ғой.
Жақын тартып, жақсы көрген адамға қарай тартылып тұрады. Дегенмен әкелері балаларды да нағашыларына жібергісі келмей, жақтырмай отырады. Қазіргі таңда анасы қайтқан соң, кеудесі басылып қалды. Мен де ұл, қыздарым есейіп өз-өзіме қарап, оны тыңдамай жұмысқа шықтым. Анам кейде маған ренжиді. Сен күйеуіңнің сөзінен шыға алмайсың. Балаларды жібермесе, ештеңе дей алмайсың, сөзіңді өткізе алмайсың дейді. Менің осыншалықты басылып қалғаныма кім кінәлі? Барлығын ұмыттым, кештім деп тіл сөйлегенімен жүрек кешірмейді, өткен күндер санамнан өшпейді. Баяғы сезім қайта келмейді екен. Бар сенерім бір Алла мен балаларым. Қазіргі таңда өз-өзіме көңіл бөліп, жұмысымды істеп, шақырған жерге барып, өзім үшін өмір сүргім келеді. Өткеннің барлығын ұмытқым келеді. Іштегі көң боп қатқан өкпе, ренішті жібітіп тазарғым келеді. Мені тыңдағаныңыз үшін рахмет.